Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін айтар ойым балаға ат қою. Бұл ата-ананың бір парызы, жақсы есім қою. Себебі баланың есімі оның тағдырына әсер етеді деген бар. Сондықтан бұл дінімізде де, асыл дінімізде айтады, жақсы есім қою керек деген. Осы сондықтан да біз ата-аналар баласына ат қойыр кезде әрине бәрі бір жақсы ат қойғысы келетін бәрінің ойында бар. Сонда бір ұстаным бар біреулерде. Бір ата-аналар өзінше ерекше ат қойғысы келеді. Бір модный аттар дейміз ғой, бір қазіргі европейский аттарды қойғысы келеді. Ол дұрыс емес ол. Неге дұрыс емес? Себебі біз қай қауымға еліктеп жатырмыз? Соны қарауымыз керек. Кейбір актерларға, жұлдыздарға солар сияқты болсын деп қояды. Я болмаса бір үлкен бір қызметкер, шенеунік или президент, елбасшы солардың атында қоятындар бар. Мақсат не? Сонда ниеті не? Сол сияқты болсын деген сияқты, иә? А ол тірі адам, мысалы, ол жәннаттық бола ма, тозақтық бола ма білмейміз ғой, тірі адамның. Ол қандай болады, өмірінің соңы немен бітетінін біз білмейміз. Сондықтан да бір жаңа бұрын қазақта ат қойғыш қой, қазақ бізде Лениннің атымен, не болмаса жаңағы сонда бір сол кездің коммунистік нелердің атымен құрастырып қоятын аттар болған, бір Мейлс деген сол сияқты аттар көп болған. Ендігі тағы бір айтатын ойлар, мынау өзге діннің адамдарының атымен қоюға болмайтыны. Кезінде мынау Индияның жұлдыздарының атымен қойылды болды. Индира деген аттар болды. Ол не? Индира Ганди деген әйелдердің, Индияның әйел басшысы болған, премьер-министр болған. Соның есіммен де қойды. Ол дегеніміз басқа діннің адамы ғой, негізі ол өзге діннің адамы ғой. Сонымен бірге атты қоюға болмайтын. Бұлай қарасаң мұсылманша ат сияқты көрінеді, бірақ тыйым салынған аттар бар. Болмайды деген. Сол жөнінде айтып кеткім келіп отыр. Біріншіден, Алланың есімін сол қалпында қоюға болмайды. Алланың 99 есім бар ғой, ол сипаттары ол. Мысалы, самат деп қояды, ол деген Алланың бір сипаты. Сондықтан да оны Алланың есімін қойған кезде міндетті түрде алдына әбді деген атты қоймай, құр өзін қоюға болмайды. Алланың есімін жалаң өзін қоюға болмайды. Одан кейін мынау Абды Расул деген ат бар. Абды Расул, Абды Наби деп қоятындар бар. Ол да болмайды, харам емес. Неге? Себебі Расул деген ол Алланың елшісі деген сөз. Елшісі. Сондан ол Алланың құлы болып тұрған жоқ, адамның құлы болып тұр сонда, байқасаңдар. Расул деп өзін қойсаң, онда не болмайды, анша болмайды. Сонда да Расул деген бір жағынан қарасаң, елші деген мағынаны білдіреді. Елші деген тіке мағынаны қазір біздің посолда елші болып есептеле береді. Ал мына мағынасында ол Алланың адам мен адамдар Алланың арасындағы елшісі деген мағынаны білдіре береді. Сондықтан ол қай мағынада екенін білмей қаламыз да. Ал содан кейін Шахрух деген есім тыйым салынған есімдердің қатарына жатады. Себебі оның мағынасы араб пен парсы сөзінің қосындысы. Рухтардың патшасы деген сөз ғой. Рухтардың патшасы кім? Алла тағала. Одан кейін Жахангер деген ат. Оның да мағынасы жахан деген әлем деген сөз ғой. Жаханның иесі деген мағынаны білдіреді. Парсыдан келген есім. Демек, бұл да тыйым салынған есім. Себебі жаһанның иесі ол Алла тағала. Біз соның сипатына, Алланың сипатын беріп қоямыз адамдарға. Осындай аттар болмайды қоюға. Одан кейін келеке ететін, жұрт күлкі туғызатын, келесінде аттарды да қоймаған абзал. Оны кейін не деді айта кетейінші. Кейбір есімдерде қартайған кезіне қарап та қойып. Мысалы, жасылан деп қояды, немесе еркебұлан деп қояды кейде. Ол қартайған кезде, үлкен кісі болған кезде, қария адамға сәл қалай болады екен деп өзім ойланамын да соны. Біреулер Аяз деп қояды ғой атын. Кейін ол қартайған кезде кім болады? Аяз ата болады да ол кейін. Немерлер қай ата десе, Аяз ата дейді да.
сондай болып қалады. Сол жағын жан жағын ойластырып қойған дұрыс қой негізі. Сосын мынау ат қойған кезде, қазіргі кезде көбінше мындай бір тенденция дейміз ғой, қалыптасып жатқан нәрсе, арабтың бір модный аттарын қойғысы келеді. Арабша жаңағыдай көп қазір қойылып жүрген аттар. Араб тілінде мағынасы бұндай, араб тілінде мағынасы бұндай деп жатады. Бізде қойсаң пайғамбардың атын қой деген бар да, қоймасаң қазақша ат қоя беру керек негізі. Бізде қазақтың есімдерін жоғалтып аламыз. Егер осылай көп арабша қоя беретін болсақ, мен өзімнің ең кішкентай егіз ұл мен қызыма Айсұлтан және Айғаным деп қазақтың кәдімгі қазақы аттарын қойдым. Айғаным деген өзім ерекше құрметтейтін есімдердің бірі, өте беделді, ақылды, сұлтандардың өзі ақылдасатын сондай мықты беделді әйел болған, Шоқанның әжесі. Сондай болсын деген немен, дана әйел болсын деп сондай немен қойдым, ниетпенен. Сіздер де сондықтан да осындай біріншіден жаңағыдай ескеретін нәрсесі, тірі жүрген адамның атын қоюға абайлаңыздар, себебі ол өмірін қандай болатынын білмейміз. Сондықтан жақсы есімдер, өмірден өткен мықты есімдердің атын қойған дұрыс қой. Тарихи есімдер бар қазақтың. Сосын ескі көнеден келетін аттарды қойсақ, біз жаңғыртқанымыз болады. Біздің есімдердің, бұл да дәстүр ғой, оны жаңғыртқанымыз болады. Міне осы жөнде айтпақшымын. Балаларыңызға жақсы ат қойыңыздар, үлкен азамат болып өсе берсін.